Қайырлы күн достар, бүгін біз мясо по-французски дайындаймыз. Оған 500 грамм фарш, бір жуа көбіктеп тураймыз, тұзын, бұрышын саламыз, майонез саламыз, сосын бір жұмыртқаны жарып саламыз. Бір жұмыртқа аз болса, менде бір жұмыртқа аз болды, 2 жұмыртқаның белогын қостым. Өте дәмді жақсы шығады, көріңіздер. Осындай қоймалжың жидкей болғаны жақсы. Ет күйіп кетпейді, құрғамайды. Картофелімізді тонкий пласт қылып кесіп алып, тұз, бұрыш саламыз, сосын сұйық маймен араластырамыз. Противнімізге жайып шығамыз картофелімізді. Міне картофелімізді жайып шықтық, енді үстіне жуасын қоямыз. Маңызды емес, қалың, жұқа қылып тураудың. Бетіне енді фаршымызды жайып шығамыз. Фарштың бетіне майонез жұқалап жағып шығамыз. Кейін бетіне соленый қияр саламыз. Қиярымыздың үстіне қайтадан жуа саламыз. Жуаны салып болған соң үстіне помидор қоямыз. Мінекей помидорымызды қойып шықтық. Енді жан жағынан мен сорпа құямын. Бір стакан сорпа жарайды. Сіздер сорпа болмаса су құйсаңыздар да болады. Бұл картоптың жақсы пісуіне себепкер болады. Егер құймасаңыздар, картоп күйіп кетеді, қатты болады. Егер астында жидкость болса, сорпа или су болса, онда парға піседі, картоп тез піседі. Енді қызып тұрған 180 градустағы пешке 40 минутқа қойып аламыз. Міне 40 минутымыз өтті. Картофеліміз, етіміз барлығы пісті. Үстіне ірімшік сеуіп, қайтадан 1-2 минутқа пешке қойып аламыз. Мінекей біздің мясо по-французски асымыз дайын болды. Егер ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Ас Аспаз каналының авторы Анаргүл.